Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге өріктен жасалған варенье жасап көрсететін боламын. Қыстың қамын жазда ойла деп, қысқа жейтін вареньелерімізді жазда дайындап аламыз. Алдыменен еріктерді жақсылап жуып аламыз. 3-4 рет суға салып, сосын дәнектерінің барлығын алып, тазалап аламыз. Дәнегі тәтті болса саламыз. Дәнегін шағып қарағанда тәтті болса салуға болады. Ал тәтті емес болса, оны салудың қажеті жоқ, қыздар. Менікі қышқылдау болғасын, дәнегін салған жоқпын. Әр қайсына бір қатардан ерікті жуып салып, секерді сеуіп отырамыз. Тағы бір қатар осылайша салып, оның бетіне де секер салып отырамыз. Барлық жеріне түгел секерлері тиетін болады сонда. Тез соғы шығу үшін осылай жасаңыздар. Барлығының үстіне бірден салмай, бөлек-бөлек салып, бетін жауып қойып қоямыз. Қойып қойғанда осылайша суы шыққасын отқа қойып, орташа баяу емес, орташа отта осылай қайнатып алдым. Жайлап осылай қайнап бастайды. Қыздар, өте оңай істелу жолдары. Міне қайнап бастап жатыр. Оны қозғамаймыз, қыздар. Көп қозғасаң езіледі. Менің өріктерім қатты піскендіктен тек қозғалмай-ақ уже босасып тұр. Өте тамаша, міне қайнап та бастады, қыздар. Әр қайсын бір осылай қайнатып аламыз да, 20 минут осылай қайнап бастағаннан 20 минут жай отта қайнатып қоямыз. Сосын оны тоқтатып қоямыз да тағы 20 минут. 3 рет қайнап алғаннан кейін осындай болып, тым жақсы болып тұрады. Міне. Бұлғағанда осылай жай бұлғаймыз. Қатты бұлғауға болмайды. Еріктердің барлығы езіліп кететін болады. Осылай тек асты жапыспау үшін қозғап қоямыз. Өйстіп 20 минуттан қайнап тұрғанда тындырып аламыз. 20 минутта 3 рет қайнатсаңыз да болады. Мен 4 рет қайнаттым. Мына өріктердің алдыңғы піскен өріктер болғасын, жапқанда атып кетпеу үшін көп қайнағаны жақсы. Бірақ бұлғамаңдар. Бұлғамасаң әдемі варенье болып шығады, қыздар. Міне, 4-шісі қайнап бітті. Енді жабамыз, қыздар. Банкаларымыздың барлығын осындай жуып аламыз да, менде банканы парлайтын осындай темір бар. Осымен жақсылап крышканы суға салып, бірге қайнататын боламын. Осылай салыңыздар. Банкаларыңызды жақсылап жуып, даяр тұрған банканы осылай қайнатып алсаңыздар болады. Егер крышканы бөлек қайнатсаңыз да болады, осылай қайнатсаңыз да болады. Мен осылай өзінің арнайы жапқышы болғандықтан осылай қайнатам. Менің закрывалкам міне осындай ескі ежелгіден келатқан закрывалка. Міне 5 минут, әр қайсын 5 минут парлап аламда, вареньені құйып жауам, қыздар. Қақпақтарын алып алайын қазір. Екінші банкымды қойып жіберем. Міне осылай қайнап тұрған жерінен жайлап құйып, салып жауамыз. Менде 6 килограмм өрікке 3 килограмм песок салдым, қыздар. Міне осылай жауып тастаймын. Міне бірінші банкымды жаптым. Түстері де әдемі, қыздар. Менікі майский ерік емес, сосын айтайын, қыздар. Майский ерік вообще бұзылмайды. Мынау қарапайым кәдімгі ерік.
майский ерік кәдімгі білесіңдер ғой, езілмейді да өз күйі тұрады. Мынау қарапайым ерік болғандықтан өзін кішкене береді қыздар. Не? Осылай жауып аламыз. Өте оңай қыздар. Мен төменде жабам, себебі бұғанда күш керек қыздар. Айналдырғанда күш керек. 4-ші банкымды жабайын деп жатырмын. 6 килограммнан 3 кило песок салдым, 6 килограмм варенье шықты. Қыста жегенде өте тамаша, әрі тәтті. Енді біреулер сироппен жабады, мен өзін қайнатып, өзін басқан жақсы көрем қыздар. Міне осындай болып шықты. Міне 6-ші банкымды да құйып жатырмын қыздар. Өте тамаша. Жапқанда төменде жабам, ана столда құйғаныммен. Қайнап тұрған жерден құйыңдар қыздар, варенье жапқанда. Міне болды. Міне қысқың вареньелеріміз даяр, өте тамаша. Бұдан еш уақыт атпайды да. 20 минутта қайнатсаңдар болды. 3-4 рет қайнатып алыңдар анық. Астарың дәмді болсын, маған тіркеліп лайк басып кетіңдер.